Сәлеметсіздер ме? Мен Шығыс Қазақстан облысы Глубокий ауданының тұрғыны Нұркамила Зейнелқанқызымын. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлынан көмек сұраймын. Халықаралық адам құқығын қорғау ұйымынан, сыртқы істер министрлігінен, ішкі істер министрлігінен Серікжан Біләш бауырымызды дереу босатуын. Өйткені ода қылмыс жоқ. Не себепті қылмысы бар деп айыптайсыздар? Сонда Серікжанды үндеуіне құлақ асқан, Қытайдағы туысқан туғанын жоқтап жатқан біз сияқты қаншама адамдар бар. Сонда барлығымыз қылмысты болғанымыз ба? Енді біз туысқан туғанымызды қалай жоқтаймыз? Туысқан туғанымызды Қытайдың шеңгелінен қалай құтқарып аламыз енді? Барлық ұйымдардан көмек сұраймын. Серікжанды босатыңыздар. Қалған халық түгел үрейленіп, түгел қорқудамыз. Бір ауыз мәудеп, бір ауыз сөз сөйлесе аңдуда тұрғандай боп, қарадай үрейленіп отырмыз. Ұйқымыз келмейді. Біз барлық халықтың ұйқысы қансын десеңіздер, Серікжанды босатыңыздар. Ешқандай ода қылмыс жоқ. Қылмыссыз. Дереу босатыңыздар. Өтінем, босатыңыздаршы.